Саламатсыздар ма? Мен Тұрғанбек Қуаныш, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті жалпы медицина факультеті 1-ші курс студенті боламын. Бүгінгі біздің қарастыратынымыз арқа бұлшық еттері. Арқа бұлшық еттері мускули дорзи, жоғарғы бөлігі жағынан шүйденің сыртқы бұдыры протуберанция акципиталис экстерна, ал төменгі бөлігінен мықын қырқасы криста илиакадан бүйір бөлігі артқы қолтықтық сызықшаның аралығында орналасқан бұлшық еттер тобы болып саналады. Топографиялық орналасуына қарай беткей және де тереңде орналасқан топ бұлшық еттеріне бөлінеді. Беткей орналасқан топ бұлшық еттерін бірінші қарастырамыз. Бірінші бұлшық ет ол трапеция тәрізді бұлшық ет. Бірінші номермен көрсетілген. Ол арқаның жоғарғы бөлігінен шүйдеге дейінгі аралыққа жалпақтау және де үшбұрышты екі жақтылық бұлшық ет талшықтарынан құралады. Екі жақтылық бұл бұлшық ет бізде трапеция тәрізді болып келгендіктен осындай атау алған. Жалпы бұл бұлшық ет бүкіл кеуде омыртқаларының арқа өсіндісі процессус спиносус және де желке байламы лигаментум нукхадан және де шүйде сүйегінің жоғарғы желкелік сызықшасы линия нукха супериордан бастау алады. Трапеция тәрізді бұлшық еттің немесе мына жерден анық көруімізге болады. Бас және де мойын аймағынан бастау алатын бұлшық ет талшықтары төмен қарай бағытталатын болып саналады. Сондықтан оны pars descendens төмендемелі бөлігі деп атаймыз. Ал мына кеуде маңынан бастау алатын бөлігі ол латеральды, яғни көлденең бағытталады. Сондықтан оны pars transversa деп атаймыз. Ал мына төменгі кеуде бөлігінен бастау алатын талшықтары бұлар жоғары қарай бағытталатын болып саналады. Сондықтан оны pars ascendens деп аталамыз. Дәл осы үш бұлшық ет талшықтары бірге келіп, мына жауырын қырқасына және де акромионды өсіндісіне барып бекитін болып саналады. Бұл бұлшық еттің негізгі қызметі жиырылған кезде жауырынды бір-біріне жақындатып, көтеріп және де бас пен мойынды шалқайту қызметін атқарады. Ал егер бір жақты жиырылған кезде бетті жиырылған жағына қарай бұратын болып табылады. Келесі бұлшық ет арқаның аса жалпақ бұлшық еті. Мына 8-ші номерден көре аласыздар. Бұл бұлшық ет арқаның төменгі бөлігінде орналасқан, сыртқы пішіні жалпақ екен және де үшбұрыш тәріздес болып келген көріп тұрмыз. Бұл бұлшық еттің жоғарғы бөлігі мына трапеция тәрізді бұлшық еттің астында жатады. Қалған бөлігі ашық және де беткей орналасқан. Бұл бұлшық еттің талшықтары төменгі 4-ші 5-ші кеуде омыртқаларының арқа өсінділерінен, мықын сүйегі қырқасынан және де 8 көз орталық қырқасы криста сакралис медианадан бастау алатын болып саналады. Және де бұлшық ет талшықтары горизонтальды бағытта және де өрлеме бағытта өтіп, тоқпаны жіліктің кіші қырқасына криста туберкули минориске барып бекетін болып саналады. Мына суреттен де көрсеңіздер болады. Жалпы бұл бұлшық еттің негізгі қызметі қолды төмен түсіргенде артқа қарай тартып және де ішке қарай бұру қызметін атқарады. Және де қолды мықтап ұстаған жағдайда бұл бұлшық еттің тісшеленген төменгі 3-ші 4-ші бөлігі тұлғаны көтеріп терең демалуға қатысатын болып табылады. Келесі ромбы тәрізді үлкен бұлшық ет. Musculus rhomboideus major деп аталады. Бұл бұлшық еттің сыртқы пішіні ромбы тәріздес болғандықтан осылай аталған. Бұл бұлшық ет жоғарғы 4-ші кеуде омыртқалар, яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші кеуде омыртқаларының арқа өсінділерінен бастау алатын болып саналады және төмен латеральды бағытта өтіп, жауырынның медиальды қыры марго медиалис ос скапуляға барып бекетін болып саналады. Келесі бұлшық ет ромбы тәрізді кіші бұлшық ет musculus rhomboideus minor деп аталады. Бұл бұлшық ет
алтыншы, жетінші мойын омыртқаларының арқа өсінділерінен бастау алып, бұл да төмен және де латеральды бағытта өтіп, жауырын сүйегінің медиальды қыры маргомедиалиске барып бекетін болып табылады. Жалпы бұл мускулюс ромбоидус майор және мускулюс ромбоидус минордың негізгі қызметі жауырынды омыртқа бағанасына қарай тартып және де жоғары көтеру болып саналады. Келесі бұлшық ет жауырынды көтеруші бұлшық ет, мускулюс леватор скапуля деп аталады. Бұл бұлшық ет бірінші, екінші, үшінші, төртінші мойын омыртқалардың көлденең өсінділерінің артқы төмпешігінен бастау алатын болып саналады және төмен қарай бағытталып, жауырынның жоғарғы бұрышы ангулюс супериор ос скапуляға барып бекетін болып саналады. Негізгі қызметі жауырынды көтеру және де омыртқа бағанасына жақындату қызметін атқарады. Келесі бұлшық ет арқаның артқы тісшеленген жоғары бұлшық еті. Мускулюс серратус постериор супериор деп аталады. Бұл ромбы тәрізді бұлшық еттің, яғни мына бұлшық еттің артында жатқан бұлшық ет болып саналады. Және де алтыншы, жетінші мойын омыртқалары және де бірінші, екінші кеуде омыртқаларының арқа өсіндісінен басталып, төмен және де латеральды бағытта өтеді де, екінші, бесінші қабырғалардың бұрышының латеральды қапталына барып бекетін болып саналады. Негізгі қызметі дәл осы екінші, бесінші қабырғаларды көтеріп, кеуде қуысын кеңейтеді және терең демалуға қатысатын бұлшық ет болып табылады. Келесі арқаның артқы тісшеленген төменгі бұлшық еті мускулюс серратус постериор инфериор деп аталады. Бұл арқаның аса жалпақ бұлшық етінің ішкі қапталында орналасқан бұлшық ет болып табылады. Бұлшық ет арқа кеуде шандырынан, оның беткей табақшасынан және төменгі екі кеуде омыртқасынан, яғни 11-ші, 12-ші кеуде омыртқасы мен 1-ші, 2-ші бел омыртқасынан бастау алады. Және де жоғарғы латеральды бағытта өтіп, тісшеленіп, 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші қабырғалардың сыртқы бетіне барып бекетін болып саналады. Негізгі қызметі мына төменгі қабырғаларды төмен тартады және кеуде қуысын тарылтады, сөйтіп кеуде қуысынан ауаның терең шығуын қамтамасыз ететін болып саналады. Келесі бұлшық ет мына суреттерде көрсетілмеген желкелік көлденең бұлшық еті мускулюс трансверсус нукха деп аталатын мына жерде орналасатын бұлшық ет болып саналады. Бұл бұлшық ет тұрақсыз, негізінен көпшілік жағдайда болмайды, бірақ оны біліп жүргеніміз абзал. Яғни бұл бұлшық ет бізде протуберанция акципиталис экстерна сыртқы шүйде шодырынан бастау алатын болып саналады. Төмен латеральды бағытта өтіп, мына самай сүйегінің процессус мастоидус емізік тәрізді өсіндісінің аралығында орналасатын бұлшық ет болып табылады. Негізгі қызметі бастың және шүйде бөлігінің шандырын терісін тартып керу қызметін атқаратын болып саналады. Келесі бұлшық ет бұл бастың белдік тәрізді бұлшық еті. Мінекей мына бұлшық ет. Мускулюс спленус капитис деп аталады. Жұп бұлшық ет. Бұлшық ет талшықтары бізде желке байламы, лигаментум нукхадан бастау алады және жеті мойын омыртқасының және жоғарғы 3-4 кеуде омыртқаларының арқа өсінділерінен бастау алатын болып саналады. Және де бұлшық ет талшықтары өрлеме бағытта өтіп, жоғарғы желкелік сызықша линия нукха супериордың бүйір қапталына барып бекетін болып саналады. Негізгі қызметі екі жақтық бөлігі бірдей жиырылған кезде бас пен мойын омыртқаларын шалқайту қызметін атқарады, ал бір жағы жиырылған кезде басты жиырылған жағына бұру қызметін атқарады. Келесі бұлшық ет мойынның белдік тәрізді бұлшық еті мускулюс спленус сервицис деп аталады. Бұл бұлшық ет талшықтары 3-5 кеуде омыртқаларынан бастау алатын болып саналады және өрлеме бағытта өтіп, 2-3 мойын омыртқаларының көлденең өсінділерінің артқы төмпешіктері